Шүкіршілік пен ризалық. Екі сөз бір-біріне ұқсайды, бірақ сезім деңгейіндегі айырмашылықтар үлкен. Осы күніме шүкір, барма тәубе дегенімізде іште бір әт деген айдың тұратыны бар. Азға қанағат дегендей сезіледі. Мысалы, саған өзің еш жерден таба алмай жүрген керемет сыйлықты сыйлады дейік. Шүкір дейсіз бе? Жоқ, әрине. Шын жүректен риза боласыз. Әкелген адамға алғысты үйіп төгесіз. Жүзіңіз бал-бұл жанады. Демек, біз өзіміз еш жерден іздеп таба алмайтын жанымыз үшін, баға жетпес денсаулығымыз үшін, өмір сыйлаған үшін, жаратқанға шын жүректен риза болуымыз керек. Шүкіршілік, тәубешілік те қажет сезімдер әрине. Бірақ ең алдымен ризалық. Шексіз, шынайы, тап-таза ризалық. Риза болсаң, бір жұтым ауаның өзіне еріксіз шаттанып, шүкір дейсің.